Мысыр елінің Нил өзені бойындағы қаланың кіреберісі. Күннің қызуы басым. Адамдар көп, керуендер үздіксіз ағылып жатыр. Ибрахим пайғамбар, жары Сара және інісінің баласы Лот Мысыр жеріне аяқ басты. Ұзақ сапардан кейін олардың бойында шаршау болса да, жаңа мекенге деген үміт оты сөнбеген еді. Алайда бұл жерде оларды тағы бір үлкен сынақ күтіп тұрғанын олар әлі білмейтін. Мысыр елі сол заманда әлемдегі ең қуатты, әрі бай мемлекеттердің бірі болатын. Оның патшасы өзінің билігі мен байлығына мастанған залым Перғауын еді. Ол өзінің сарайына әдемі әйелдерді жинауға құмар болатын. Мысыр қаласының көшелері Ибрахим, Сара және Лут халықтың арасымен өтіп барады. Мысырлықтардың қымбат киімдері, алтын әшекейлері, салтанатты сарайлар көзге түседі. Олар қалаға кіргенде Сараның сұлулығы патша сарайының нөкерлерінің назарын бірден аударды. Сараның теңдессіз келбеті туралы хабар тез арада Перғауынның құлағына жетті. Перғауынның нөкерлері Ибрахим мен Сараны тоқтатып, оларды патшаның алдына апарды. Перғауынның салтанатты сарайы, Перғауын тағында отыр. Айналасында уәзірлері мен нөкерлері тұр. Ибрахим мен Сараны оның алдына алып келді. Перғауын Сараның сұлулығына таңғалып, Ибрахимнен, "Бұл әйел кім?" деп сұрады. Ибрахим, егер Сараны өз әйелімін десе, оны өлтіріп, Сараны тартып алатынын білді. Сол себепті ол Алладан келген хикметпен, "Бұл менің қарындасым" деп жауап берді. Бұл жерде діни контекстегі қарындас сөзі руласы, немесе сенімдес бауырлас мағынасында қолданылған. Перғауын Сараны сарайына алдыруға бұйрық берді, ал Ибрахимге сыйлықтар мен мал-мүлік беріп, оны құрметтеді. Сара патша сарайында. Ол Аллаға дұға етіп, өзін осы сынақтан аман алып өтуін сұрайды. Перғауын Сараға жақындамақ болған сайын, Алла тағала оны бір белгімен тоқтататын. Сара Аллаға жалбарынып, қорғау сұрады. Алла тағала Сараның дұғасын қабыл етіп, Перғауынға әрбір жақындаған сайын түрлі белгілер жіберді. Осы белгілерден кейін Перғауынның денесі жансызданып, қозғала алмайтын болды. Перғауын қатты қорықты. Ол мұның бәрі Сараның қасиетінен екенін түсінді. Перғауын қорқып, дірілдеп отыр. Нөкерлері оның қасында. Сараны оның алдына қайта алып келеді. "Сендер маған адам емес, шайтан әкелдіңдер!" Ол Ибрахим мен Сараны дереу өз еліне қайтаруды бұйырды. Перғауын Ибрахимге Сараны қайтарып қана қоймай, оған Ажар атты күңінде сыйға тартты. Осылайша Алла тағала Ибрахим мен Сараны тағы бір сынақтан аман есен алып өтті. Ибрахим, Сара, оларға қосылған Ажар Мысырдан шығып барады. Олардың қолдарында Перғауыннан алған сыйлықтар, мал-мүлік бар. Ибрахим пайғамбар мен оның серіктері Мысырдан Алланың қорғауымен байып шықты. Олар үшін бұл жердегі сынақтар артта қалып, жаңа сапар басталды. Алла тағала өз құлына ешқашан қиыншылықтан кейін жеңілдік бермей қоймайды. Шөл дала мен сапарларын жалғастырды.